2023 жылы университеттерге гранттарға 88 мың грант игерілген. Жалпы экономикаға бәсекеге қабілетті экономиканың мамандары кадрлары үшін 389 миллиардтан астам қаражат көзделіп отыр. Бірақ дегенмен гранттарды игеру жүйесінде жүйелі кемшіліктер бар. Біз енді бүге-шүгесіне дейін оны қарасақ, 4 топқа жіктеуге болады кемшіліктерді. Бірінші, төменгі балл жинаған талапкерлер ең төменгі балмен гранттарды иемденуде, басым көпшілігі инженерлік техникалық мамандықтарға гранттар иемденуде, мысалы 50 балдан сәл жоғары балмен ертең осындай грант иегері ядерлік физик қалай бола алады? Сапасына қатысты мәселе бар. Екінші, ұлттық бірыңғай тесттен тапсырмас үшін сол тесттен қашып, көрші мемлекетке оқуда бір семестр оқып келіп, Қазақстандық университетке ауысып, кейін вакантты гранттарды иеленіп жатқан фактілер бар. Бұл да әділетсіздік мәселесінде үлкен сұрақ туындатады. Үшінші, кредиттік технология бойынша. Қазір тек қана санаулы университеттер, мысалы Нарикбаев университеті, Нархоз университеттері кредиттік технологияны жақсы жүйелі жүзеге асырып жатыр. Бірақ басым көпшілік университеттерде, мысалы студенттер курсты өздері таңдамайды. Оқытушы профессор құрамдары үшін олардың сағатын жүктемесін қамтамасыз ету үшін өздері бұрынғыдай ескі әдіс жалғасуда. Және төртінші мәселе, гранттарды университеттерге орналастыруда конкурста әлсіз, сапа талаптарына әлі де сәйкес келмейтін университеттерге гранттарды бөлу жалғасын тауып отыр. Осыған байланысты мына кемшіліктерді жүйелі шешу үшін қандай жүйелі шараларды қолға аласыздар, соған тоқталсаңыздар. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекұлы, осы сұраққа жауап беріңіз. Үлкен рахмет, Жұлдыз Досбергенқызы, сұрағыңызға. Енді төрт компонент. Біріншісінен бастайын, игерілу, гранттардың игерілу. Алдыңғы жылдары өздеріңіз осы мәселені көтерген болатынсыз. Былтыр 23 жылдың 88.220 грантының 97% игерілді. Біз өте көп жұмыс атқардық. Кәсіптік бағыттау жұмысы бойынша, арнайы батыс өңірлерге бөлінген гранттар бойынша енді егжей-тегжейлі біздің бүкіл жоғары оқу орындарында шығып, әр ауданға, әр мектепке дейін барып, сол кәсіптік бағытты жұмыстар атқарып жатыр. Енді бірінші сұрақ, техникалық мамандықтарға бөлінген шекті балдардың төмен болу 50 балл, оны біз ақырындап көтеріп жатырмыз. Осы жылдан бастап жаңа қаржыландыру моделіне ақырындап көшіп жатырмыз. Енді жыл сайын әсіресе басымдылық бағыт мамандықтар, техникалық мамандықтарға шекті балдарды көтеріп біз 195-100 балға дейін жеткіземіз келесі 4-5 жылдың ішінде. Екінші сұрақ, вакантты гранттар бойынша, ол өкінішке орай ондай мүмкіндік болған, шетелдік университеттерге түсіп, сосын аударылу арқылы осы мүмкіндікті біз қазір керекті заңнамалық өзгерістер арқылы жабатын боламыз. Кредиттік технологияларға қатысты әсіресе мемлекеттік университеттерде, ұлттық университеттерде біз толыққанды ол ережелер, қағидаттар, кредиттік технология ережелер, қағидаттар сақталады. Өкінішке орай жекеменшік университеттерде, мықты жекеменшік университеттерде толыққанды енгізгендерді бар. Бұл жұмысты жалғастырамыз. Осы жылдан бастап арнайы ұлттық рейтинг енгізіледі. Оның ішінде осы кредиттік технология, білім сапасында үлкен мән беріледі. Осы жылдың соңында тұңғыш рет ұлттық жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі шығатын болады. Енді гранттарды түскенде гранттарды тарату, яғни былтыр 82 жоғары оқу орынға мемлекеттік тапсырысқа иеленуге қатысуға мүмкіндік берілген. Сол ұлттық рейтинг енгізілген жағдайда жоғары оқу орындар білім сапасына қатысты ғана қатысылады мемлекеттік тапсырыстың берілуіне. Сондықтан осы ұлттық рейтингтің толыққанды әдістемесін мен сізге жеткізетін боламын. Басқа да қызыққан әріптестерге де жеткізетін боламыз. Өте көп бір жылдай жұмыс істедік сол ұлттық рейтингті пысықтауға. Үлкен рахмет сұрақтарыңызға.